Жалпы көп балалы аналардың мүлдем жұмыс істеуіне қарсымын. Неге? Сіз ойлайсыз, баланы дүниеге әкеп қойдың, оларды салып қойдың, барып жұмыс істей бересің, кәсіп үйренесің, аздан кейін жұмысшы. Ол баланың тәрбиесімен кім айналысады? Ол баланы балабақшаға апар, кружокқа апар, таңғы сменға апар, түстен кейінгі сменге апар, оқудан алып кел, сабағын оқыт. 6 баламен жұмыс істеу, бұл барып жұмысқа барып келуден де қиын нәрсе. Сондықтан біз мынандай оларды кәсіпкерлікке үйретейік, оларды онлайн жұмыс істеткізейік, оларды еңбек нарығына салайық емес, мүлдем жұмыс істемейтіндей жағдай жасауымыз керек. Бала 18, мысалы қаржылай қомақты көмек көрсетіп, айлық сияқты. Ол да бала қарау бір еңбек қой. Мысалы орташа айлық қанша болады? 150 мың теңге, 200 мың, 300 мың теңге көп балалы анаға берейік. Оның бір ғана жұмысы сол дүниеге әкелген 6, 7, 8 баланы тәрбиелесін, қарасын, өсірсін. Бізде мысалға жастар арасында, кәмелетке толмағандар арасында қылмыс өршіп бара жатыр. Мектептерде буллинг көбейіп бара жатыр. Неге? Өйткені бір жағынан баланы туып аламыз, бірақ балаға ешкім қарамайды. Ол жалғыз себеп емес бірақ. Ол негізгі себебі бірақ. Бүкіл нәрсе отбасынан басталады. Осы тұрғыдан біздің мемлекеттің ақшасы көп, сол ақшаны дұрыс жаққа бағыттап, көп балалы аналардың статусын 19 мың теңге шектеп қоймай, 190 мың теңге шығару керек деп ойлаймын.